Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін біз сіздермен анториум гүлін қалай аман алып қалғанымен бөліскім келіп отыр. Анториум гүлі еркек бақыты деп аталынады. Бұл гүлдің дәл қандай күйде болғанын, қалай әдемі өскенін, барлығын мен сіздерге осы жерге қазір фотосын шығаратын боламын. Және бұның тамыры шіріп, өзін жайсыз сезіне бастады. Жапырақтары қалмай, қурап түсіп, жаңағы мына жері ғана қалған болатын. Мына осы 2-3 жапырақпен ғана. Бұның шіріген тамырының барлығын алып тастадым. Фитоспоринге салып, барлық видеоларда көрсетемін, фитоспоринге қалай салып жатқанымды. Оны да фотосын осы жерге видеоға көрсететін боламын. Жаңа топыраққа және осындай кішкентай ғана горшокқа отырғыздым. Тамыры аз қалды, сол себепті осындай кішкентай ғана горшокқа отырғыздым. Покупной торфқа отырғыздым. Торфқа перлит қостым, вермикулит қостым және мына керамзит көрініп тұрса. Чтобы су құйған кезде ылғалдылықтарын өздеріне сіңіріп алу үшін. Және кішкентай ғана азалия гүлінің топырағын араластырдым. Себебі бұл гүл қышқылдықты жақсы көрмейді, бірақ топырақ сәл ғана қышқыл болу керек. Алдында анториум гүлінің жаңағы топырақ дайындағаным, отырғызғаным туралы барлығы видеосы бар. Мен описанияға ссылкасын қалдыратын боламын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Енді бұл қалай сезініп жатыр өзін. Мына жаңа жапырақтарын шығарып жатыр. Мына қазір көрсетейін. Мына өте кішкентай, бірақ енді жайлап осылай жаңа жапырақтар шығарып жатыр. Мынау да жаңа жапырақ. Пока өзін жақсы сезініп, жаңа жапырақтарын шығарып жатыр. Және бұны мен омолаживать еткен жоқпын. Омолаживать ету дегеніміз жасарту. Мысалы, мына жерден бұларда мына воздушный тамырлары бар ғой. Сол осы жерлерден кесіп, суға салып тамырлатуға да болады. Мен олай жасаған жоқпын. Пока тамырын өсіріп, азғантай ғана тамыры қалған болатын. Қалай бұның тамырын емдегенімді мен видео түсірмеппін. Сол себепті осылай айтып бөліскім келіп отыр. Енді бұның тамырында мына жаңа жапырақтар шығара бастағандықтан бұның тамыры жақсы өсіп жатыр. Және ешқандай шіріген тамыр жоқ деп айта аламын. Мына топырағының құнарлығын көрсеңіздер, өте құнарлы, және жеңіл, ауа өткізгіш. Мына ақ перлиттер, древесный уголь да бар бұның құрамында, көрініп тұрса. Оның жаңағы пайдасы өте көп. Тамырды грибковый жаңағыдай ауруларды болдырмауға көмектеседі, тамырын шірмеуге көмектеседі. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Менің тағы да бір айта өтетін мәселе, мен қазір курс өткізіп жатырмын. Барлық гүлдерді қалай аман алып қалу, топырақ қалай жасау, және гүлдердің күтімі, гүлдерге қалай су құю керек, тыңайтқыштарды қалай беру керек, зиянкестермен қалай күресу керек, ауруларын емдеу, және барлық препараттар, қолданатын тыңайтқыштар, осылардың барлығы туралы ақпарат беріп, курс өткізгелі жатырмын. Егер қатысамын десеңіздер, мен қазір видеоға номерімді қалдырып кетемін, WhatsApp номерді. Соған жазыңыздар. Орын шектеулі. Өте көп ақпаратпен бөлісетін боламын. Осылай гүлдеріңізді аман алып қалып, өсіретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, төменге сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып кетіңіздер. Барлығына жауап беруге тырысамын. Және менің инстаграм парақшама да жазылуды ұмытпаңыздар. Инстаграмда да көп гүлдердің жаңағы түрлерімен, күтімдерімен сол жөнінде бөлісемін. Сау болыңыздар.